Бірер күннен кейін Қытайдың Харбин қаласында қысқы Азия ойындары басталады. Ал іріктеу жарыстары қазірден жүріп жатыр. Әсіресе хоккейден және керлингтен алғашқы нәтижелер белгілі. Анық-қанығын сол жақта жүрген әріптесіміз Аслан Қаженовтен білейік. Аслан, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, бақыт, қайырлы кеш. Қытайдың уақытымен айтатын болсақ, Қазақстан мен Қытай арасында 3 сағаттай айырмашылық бар. Бұнда қазір 18:06-ны көрсетіп тұр. Біз Қытайдың солтүстігіндегі Харбин қаласындамыз. Дәл осы Харбин қаласында және Ябули қалаларында қысқы Азия ойындары өтеді. Бұл қысқы спорт түрлері бойынша жылдың басты бәсекесі және алдағы олимпиадаға негізгі дайындық есебінде бас аяғы құрлықтық додаға 34 мемлекет қатысады. Оның ішінде біздің де қыз жігіттер бар. 137 спортшымыз осы байрақты бәсекеде өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Олар 6 спорт түрінде, 6 спорт түрінің 10 бағыты бойынша медальдарға таласып көреді. Қазір бұнда енді қызу қарбалас осы қысқы Азия ойындарының ашылу салтанатына дайындалып жатыр. Ресми ашылу салтанаты 7 ақпанға белгіленген. Онда енді Қазақстан құрамасының туын, көк туымызды хоккейші Әділ Бекетаев пен шорт-трек шебері Ольга Тихонова ұстап шығатыны белгілі болды. Астанада ресми шығарып салу рәсімі өтті. Қазір енді сол Азия ойындарының ашылуына дайындық. Ал жоғарыда айтқандай, әртүрлі спорт түрлері бар. Соның іріктеу бәсекелері қазірден басталып кетті. Бүгінге дейін хоккейшілеріміз жанкүйерлерді қуантты. Атап айтқанда әйелдер хоккейінде біз Таиланд құрамасын 9-0, Гонконг құрамасын 12-0 есебімен жеңдік. Топтық кезең әлі жалғасып жатыр. Ал ерлер командасы Таиланд командасын 12-0 есебімен өтті. Және бірер сағаттан кейін жергілікті, яғни Қытай құрамасымен кездеседі. Бұған қоса керлингтен де іріктеу бәсекелері басталды және топтық кезеңде ең алғашқы матчта Қазақстан құрамасы жергілікті қыз жігіттермен, яғни Қытай командасымен кездесті. Аралас жұптық сында ел намысын Амина Сейітжанова мен Азизбек Надирбаев қорғаған болатын. Қытай құрамасына 11-5 есебімен есе жіберді. Біздің команда Б тобында өнер көрсетіп жатыр және дәл осы топта Қазақстан мен Қытайдан бөлек Оңтүстік Корея, Катар, Қырғызстан, Филиппин және осы жергілікті Қытай командасы бар. Бақыт, енді қазір біз бірер минуттан кейін осы Қазақстан мен Қытай арасындағы шайбалы хоккейден ерлер арасындағы матчқа аттанамыз және күнделікті сағат сайын дәл осылай 24 кезет арнасы арқылы тікелей эфирде ақпарат таратып отырамыз. Жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы алдыңға 5-ке кіреміз деген жоспар бар және ол осы мақсат орындалады деген үміттеміз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Аслан. Өзіңізден сүйінші хабар күтеміз. Мен еске сала кетейін, Қытайдың Харбинінен тікелей эфирге қосылған әріптесіміз Аслан Қаженовтен болатын. Біз жалғастырамыз.